Сәлем достар барлықтарыңызға. Бүгін біз сіздермен осындай керемет қаймақты бәліш жасайтын боламыз. Ол үшін біз ыдысымызға ұнымызды салып алып, оның үстінен мұздатқыштан шыққан сары майымызды үккіштен өткізіп саламыз. Үккіштен өткізілген майымызды ұнымен бірге жақсылап араластырып, бір қалыпты масса пайда болғанша осылай араластырамыз. Оның үстінен біз жұмыртқамызды, қантымызды және разрыхлителімізді салып, қамыр пайда болғанша араластырамыз. Бір қалыпты масса пайда болу керек. Сосын оны 15-20 минутқа демалдыруға қойып қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап ерігенше араластырамыз. Осылай. Оның үстінен аз мөлшерде ванильный сахар салып, тағы да араластырамыз. Енді оған қаймағымызды қосамыз. Менде 20% қаймақ. Қаймағымызды салып, ақырын араластырып шығамыз. Міне осындай начинка шығады. Енді қамырымызды орналастырмас бұрын формамыздың шет-шетін маймен жақсылап майлап аламыз. Кейін қамырымыз жабысып қалмау үшін, оңай ажырау үшін осылай май жағып аламыз. Енді қамырымызды бірінші шетінен бастап орналастырып шығамыз. Осылай қатты қалың емес, жұқа емес, орташа қылып осылай қамырымызды орналастырып шығамыз. Міне формамызға осылай орналастырып, шет-шетін вилкамен де тегістеп шықсаңыздар болады, вилканың көмегімен. Ортасында тесіп, осылай вилкамен тесіп, үстінен начинкамызды құямыз. 180 градуста 40 минутта дайын болады. Міне жақсылап тегістеп, печкаға саламыз. Міне біздің керемет қаймақты бәлішіміз дайын болды. Үйде жасап көрсеңіздер болады. Өте керемет ас болсын. Сіздермен Айжарқын.